Қазір аймақтардың ахуалы қалай? 2015 жылға жетістігі мен кемістігіне әкімшілік реформалардың арқасында үкімет пен әкімдіктері арасындағы өкілеттіктер нақты белгіленді. Әр өңірге тиісті ресурстар беріліп, жергілікті атқарушы билік күшейтілді. Баршаны алаңдатқан шағын және орта бизнесті қолдау, жылыту маусымы, балабақша жайы, азық-түлік пен дәрілердің бағасы, баспана мен жолдың сапасы, қауіпсіздік, аумақ тазалығы сынды мәселелер нақты сол жерлердің өзінде шешіледі. Бұлар жайлы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде облыстар, сондай-ақ Астана және Алматы қалалар әкімдерінің қатысуымен өтетін арнайы баспасөз мәслихатынан білуге болады. Баспасөз мәслихаты Қарағанды облысының әлеуметтік экономикалық дамуына арналады. 2016 жылдың 12 қаңтары күні 10:30-да орталық коммуникациялар қызметінде өтетін жиынға облыс әкімі Нұрмахамбет Қанапияұлы Әбдібеков қатысады.